Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыз 3-ші сынып математика сабағы, 28-ші сабақ мүмкіндіктер тармағы. Адамдар арасындағы достық десе, мүмкіндікті тармағын құратын боласың дейді. Бұл жерде ұлдар, бірінші есеп ұлдар, мен қыздар қа деп кезектеп отыратындай Нұрай, Марат, Торғын және Серік орындыққа қалай отырғызса болады дейді. Берілгенді пайдаланып барлық мүмкін нұсқаларды жаз дейді. Мысалы, мынау Нұрай, мұнда Марат, Торғын және Серге қыз, ол, немесе қыз. Мұнда ол деп қойсақ болады, неке астына жазып қойған бала. Мысалы, қыз, ол, қыз, Серік, ол, дейін Торғын. Немесе Серік, ол, Торғын қыз, Марат, ол және Нұрай қыз. Келесінде Торғын қыз, Марат ол, Нұрай қыз, Серік ол деп осы кезектесіп қойсақ болады екен. 1, 2, 3, 4 нұсқада жазсақ болады екен балар, Мына кесте түрінде жазсақ та болады балар. Енді әртүрлі қойып, орнына қойып атырды. Мысалы, неше түрлі нұсқамен қойға болады екен, бала ол қыз деп орнына ауыстырып. Және де мұндай сызба түрінде жазсақ та болады. Мысалы, Нұрайға Марат, Торғын, Серік, Марат, Торғын, Серік деп осылай орнына ауыстырып жазсақ та болады. Келесінде Марат, келесіне Торғын, одан кейінгісіне Серікті қалай адамдар, мысалы, балалар, ұл қыздардың несі осылай реттеп бір-біріне мүмкіндікті тармағы бойынша осылай нұсқамен бір-бірін жайғастырсақ болады екен. Келесі, бірінші сызбадан таңдау тәсілін пайдаланып, өзің жасаған балалар орындыққа орналастыр дейді. Енді бұл жерде 2 қыз тағы 2 бала ғой. Жаңалдегіде бірінші есеп бойынша шығады, Екіншісі, мүмкіндіктер тармағы әртүрлі орналастыруға болады дәптеріңе. Мүмкіндіктер тармағын сал және толықтыр дейді. Осыны сызып аласыздар балалар, және жаңалдегідей Маратқа мысалы нерге Торғын десеңіздер болады. Мұнда Серік, одан кейін Нұрай деп орналастырып Марат, мұнда Торғын, мұнда Серік деп қойсаңыздар болады. Осылай рет-ретімен мүмкіндіктер пайдаланып нұсқаларды жазасыздар балалар. Келесі екіншісінде сызбадан төмендегі орналастыру мүмкіндіктерін тауып, қызыл түспен қоша дейді. Төмендегі орналастыру мүмкіндіктерін тауып дейді, қызыл түспен қошапсыз дейді. Мысалы, Марат, Нұрай, Серік, Торғын, Серік, Торғын, Марат, Нұрай болады. Ал сыртта, мысалы, Нұрай бірінші, одан кейін Серік, одан кейін Торғын, Марат тұрса да болады екен. Екінші сызбадан төмендегі орналастыру мүмкіндіктерін тауып, көк түспен сыз дейді. Мұнда мынаны қызыл сызықпен сызастырға болады, 3-ке бөліп, мынаны 3-ке бөліп. Мынаны көк сызбамен сызастыр. Осылай бөлсеңіз де болады. Жаңа деймінерге Нұрай, Марат, Серік, немесе Серік, Марат, Нұрай деп. Орындарын ауыстыра бересіздер, сол баяғы не болады. Келесіне солай жазасыздар балалар. Келесі 2, 7, 9 цифрларын пайдаланып, қанша 2 таңбалы әртүрлі сан құрастыруға болады. Бұл сандарды цифрлы қайталану мүмкін бе дейді. Мүмкін нұсқалар мінеке 2, 7, 9-дан 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 түрлі нұсқа шықты. 27, 79, 92, 29, 77 және 97. Келесіне 97, 72 және 99 болады екен. Мүмкіндікті тармағын сызбасын құру дейді. Осылай құрсаңыздар болады балалар. Келесі 4-ші есеп, есептерді шығар. А кесіндінің ұзындығы 5 см-ге, ал С кесіндісі 25 см-ге тең. Қай кесінді қайсысынан қанша есе ұзын дейді. Есе болса біз бөлеміз, балалар. Бөлген кезде С кесінді А-дан 5 есе ұзын дейді. 25-ті 5-ке бөліп аламыз. Немесе 5-ті 5-ке көбейтіп алсақ та 25 болады. Жауабы 5
есе ұзын екен. Келесі есебіміз АБ кесіндісінің ұзындығы 5 см, ал СД кесіндісінің ұзындығы 25 см тең. Енді СД кесіндісі АБ кесіндісі неше сантиметрге ұзын дейді. Бұл жерде енді біз 25-тен 5-ті азайтып тастаймыз, 20 болады. Сонда СД кесіндіміз АБ кесіндіден 20 сантиметрге ұзын екен, балалар. Келесі тапсырмамыз бұл Б тапсырмасы. Бір сөреде 5 кітап, ал басқа сөреде одан 4 есе артық кітап бар дейді. Екі сөреде барлығы неше кітап бар дейді. Неке мысалы Б тапсырмамызда бір сөреде 5 кітап, басқа сөреде 4 есе артық дейді. Барлығы қанша? 4 есе артық болса көбейтеміз. Шешуі 5-ті 4-те көбейтеміз, тең 20 болады. 20 кітап бар екен, жауап барлық сөреде. Келесі есебіміз 8 дециметр қосу 49 дециметріміз деңіз. 57 дециметр квадрат, 9 сантиметр квадрат, 4 қосу көбейтсе 36 сантиметр квадрат, 40 метр квадрат, 2-ні бөлеміз 5-ке 8 сантиметр квадрат, ал 500 сантиметріміз азайтамыз 235-ті. Бұл деген сөз 200 неше болады? 65 болады екен, болады. Осылай жазып қоясыздар. Келесі есебіміз 6-шы есеп. Бұл жерде балалардың бұйым жасау үшін қиып алған қағаздарының ауданын палетканың көмегімен есептеңдер дейді. Енді бұл жерде мыналарды сіздер өлшейсіздер кітапта тұрған кезде. Бойынан, мына қабырғасын өлшейсіздер, тігінен өлшейсіздер, бойынан, көлденеңнен. Осылай есептегінің неше сантиметр екенін жазасыздар. Мысалы, біріншісінде көлемін палетканы табу үшін мына формулаға қоямыз, балалар. Екіншісінде де дәл солай палетканың көмегімен есептеуде қиып алған қағаздарды неше сантиметр шығады екен. Осы жауап 75 болады. 75 қосамыз 26. Мен өлшегім 75 шыққан. Сіздер балалар өздеріңіз өлшейсіздер, сол мәнді жазасыздар. 26-ны 2 бөлсек 13, 75-ке 13 қоссақ 28 болады. 88 болады. Келесінде екіншісінде S тең А қосу Б бөлінген 2 тең 85 қосу 34 бөлінген 2. Мен мұнан да мына жағында өлшедім, сол кезде 85 34 шықты. Жауабы 102 сантиметр квадрат болады екен, балалар. Келесі есебіміз 7-ші есеп. Балалар әлемі дүкенінің бір бөлімінде тоқылған заттар сатылды. Қара, жасыл және бөке байлар және көк жасыл тақиялар және сары, қызғылт сары қолғаптар дейді. 3 заттан тұратын неше жиынтық жасауға болады дейді. Мүмкіндіктер тармағын сызып алынған нәтижемен салыстыр дейді. Мысалы, қыздар қара мұнты сары немесе қызғылт деп алсақ болады. Оған мысалы жасыл, қыдан келетін көк және ақ тура келеді. Сыға да дәл солай. Солары сәйкес келеді. Үшіншісі қыға да солай сәйкес келеді екен, балалар. Осылай 4 сызбаны нұсқаны жазсақ болады екен. Келесі 8-ші есеп. Кесте бойынша есепті құрастырып оларды шығар дейді. Бізге бағасы, саны, құны берілген. Оларды біз заттардың барлық санын, бағасын немесе құнын табамыз. Ол үшін мына формулаға қоямыз. Саны деген құнмен бағаны бөлеміз. Баға дегеніміз құнмен санын бөлеміз. Ал құн дегеніміз Б мен бағамен санын көбейтеміз. Біріншісі бағасы 9 теңге, саны қанша екен белгісіз, құны 45 дейді. Жауабы шешуі 45-ті 9-ға бөлеміз, 5 болады. Жауабы 5. Екіншісі бағасы 6 теңге, саны 5 дана. Шешуі 6-ны 5-те көбейтеміз, 30 болады. Жауабы құны 30 теңге болады. Келесі үшіншісі саны 8, құны 40 теңге. Бағасы қанша дейді. Бағасын табу үшін құнмен саны бөліп тастаймыз. 40-қа 8-ді бөлеміз, 5 болады. Жауап 5 теңге болады екен. Келесі тиімді тәсіл есепті дейді. 9-ші есеп 5 қосу 39 қосу 95. 95 5-ке қоссақ 100 болады. 100 39 қоссақ 109 болады. Сіздер дәл осылай
жазылған есепті мынандай жақшаға алып екінші мән қап жазып алыңыздар балалар. Қатесіз көшіріңіздер балалар. Әдемілеп жазып алыңыздар дәптерлеріңізге. Мінекей осылай жақша ішіне алып алдым кейінгі әріп сандарды, одан кейін қостым. Мінекей балалар, осылай жазсаңыздар болады. Келесі есеп: сыныпта 29 оқушы бар. Олар хауызға және сурет үйірмеге барады. 16 оқушы хауызға да сурет үйірмесіне де барады. 3 сурет үйірмесіне, ал 5 тек хауызға барады. Қанша оқушы хауызға сурет үйірмесіне бармайды дейді. Мысалы, барлығын қосамыз. 5-ке 6 қоссақ 21, 21-ге 3-ті қоссақ 24 болады. Барлығы негізі 29 оқушы деп болады. 29-дан 24-ті алып тастаймыз. Тең жауап 5 болады. Жауабы қанша оқушы хауызға бармаймын деді, сурет үйірмесіне де бармаймын дейді. Бұл 24 оқушы екен балалар қалған. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды балалар. Каналыма тіркеліп қоңырау түймесін басып қойыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.